Баршаңызға сәлем. Сіздермен әдеттегідей Фариза асханасы. Бүгін сіздермен ерекше дәмді болып шығатын банофи пай пирогын дайындайтын боламыз. Қонақ дастарханыңызға ұялмай қоя алатын пирогтардың бірі. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бісміллах деп қамырын жасап аламыз. Ол үшін алдын ала електен өткізілген ұнымызға шым-шым тұз, қамыр қопсытқыш және қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін бөліктерге бөлінген салқын сармайымызды салып, видеода көрсетілгендей етіп, ұн мен майды жақсылап біріктіріп аламыз. Ұн мен майымыз біріккенде дәл осындай жағдайда болады. Сонан соң менде жұмыртқа үлкен болғандықтан бір жұмыртқаны жақсылап араластырып алып, кішкенесін ғана қостым, жарты бөлігін. Енді жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай жұмсақ, жұмыс істеуге ыңғайлы қамыр болып шығады. Енді мен бұл қамырды бірденнен жұмыс жасаймын. Егер де сіздерде құрамындағы май еріп кетіп жатса, холодильникке қойып алсаңыздар болады. Маған осындай орташа жұмсақтықтағы қамырмен жұмыс істеген ыңғайлы, сондықтан да бірденнен қамырды илеп жұмыс жасай беремін. Ұнның оқтаудың көмегімен дәл видеода көрсетілгендей етіп жайып аламыз табамыздың көлеміне қарай. Қамырды жайып алдық, енді мен осындай формада пісіретін боламын, асты алынатын өте ыңғайлы. Енді жаңағы дайындап алған қамырымызды осы форманың ішіне салып жайғастырып аламыз. Қамырымызды формамызға жақсылап жайғастырып, бортиктарын үстіне қарата кішкене артығымен шығарып аламыз. Кейіннен соң дәл видеода көрсетілгендей етіп, оқтаудың немесе пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Сонда біздің бортиктарымыз теп-тегіс өте әдемі болып шығады. Бортиктарынан қалған қамырларды астына дәл осылай жайғастырып жіберсеңіздер болады. Қамырымызды формаға жайғастырып алдық. Енді шанышқының көмегімен видеода көрсетілгендей етіп тесіп шығамыз. Сонда біздің қамырымыз қатты көтеріліп кетпейді. 180 градус қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай өте сап-сары әдемі болып пісіп шықты. Енді оны суытуға қойып, үстіне кремін дайындайтын боламыз. Менде дайын крем, шантипак деген, жақсылап миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Дәл осындай крем шыққанша. Кейін өз қалауларыңыз бойынша мен сияқты сгущенка қосып араластырсаңыздар болады. Кремдеріңіз одан да дәмді болып шығады. Осымен біздің креміміз дайын. Енді вупипайдың насадкасы киілген кондитерский мешокқа кремімізді салып дайындап аламыз. Енді жаңағы дайындап қойған тарталеткамыздың үстіне вареный сгущенканы салып, жақсылап біркелкі етіп барлық жеріне жағып шығамыз. Вареный сгущенканы қаласаңыздар көбірек салсаңыздар болады. Мен жарты бөлігін ғана салдым. Кейін дәл видеода көрсетілгендей етіп туралған банандарымызды видеода көрсетілгендей етіп қойып шығамыз. Банандарымызды жақсылап жайғастырып алдық. Енді бағанағы дайындап қойған кремімізді видеода көрсетілгендей етіп жайғастырып шығамыз. Жалпы кремді өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осындай вупипайдың насадкасын қойып, осылай әсемдедім. Кремімізді да салып жайғастырып алдық. Енді өз қалауларыңыз бойынша какаоны електен өткізіп, осылай әсемдесеңіздер де болады. Осымен біздің банофи пай пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Әсіресе балаларға қатты ұнайтын пирогтардың бірі. Банан мен кремнің дәмі бір-бірімен үйлесіп, өте дәмді болып шығады. Әсіресе қонақ дастарханыңызға қойсаңыз да дастарханыңызды өте әдемі көрсететін пирогтардың бірі. Егер де сізге менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.